Күні кеше қала жарықсыз қалған болатын. Осыған орай облыс басшысы Ермағанбет Бөлекбаев нөмірі 3-ші жарық электр орталығында кеңес өткізді. Алдағы уақытта мұндай жағдай қайталанбау үшін тиісті шаралар қабылдауды тапсырды. Кеңесте жақын арада барлық энергия станциялардың дайындығын қайта тексеріп, қосалқы жабдыққа ерекше назар аудару керектігі айтылды. Мұндай жағдай болған емес. Бірден 2 станция нөлге түсіп қалды. Шаралар жедел қабылданды, бірақ сұрақтар туындайды. Жылыту маусымы басталды. Бізге бәрі жақсы өтетініне кепілдік қажет. Қазір комиссия құрылып, болған жағдайдың себептері анықталатын болады. Жағдайды түбегейлі бағалау қажет. Жұмыс тобы барлық станцияларды 2 рет тексеру керек. Атом және энергетикалық қадағалау және бақылау комитетінің департамент басшысы Ернар Хасенов комиссияға мамандар мен сарапшылар кіргенін хабарлады. Оның айтуынша, тексеріс жұмыстары 10 күн ішінде жүргізіледі. Мұндай жағдайларға жол бермеу бойынша ұсыныстар айтылды. Станция жылу беруге дайын. Біз жылыту маусымына қалыпты түрде кіреміз және қалада жылу болады деп жауапкершілікті өз мойнымызға аламыз. Кеңесте нөмірі 3-ші жарық электр орталығы қазір штаттық тәртіпте жұмыс істейтіні туралы хабарланды. Дариға Жаманова, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы.